Ислам діні бізді ағайындар мынандай нәрсеге үйретеді. Адам баласы сыртынан тек жақсы ойлау керек. Жаман ойлар ойлайсыз, ол сіз ойлап отқан адам, анау адамның еш нәрсесі кетпейді. Сіз ұтылысқа кетесіз. Арам ойыңыз сізге кедергі жасайды да, көңіліңіз түсіреді. Сол адам есіңізге түссе, көңіліңіз түсіп, өзіңізбен өзіңіз жынды болып жүресіз одан кейін. Ислам діні не дейді десе, ислам діні тек жақсы ойлауды. Қараңыз. Бір адамдар қажылыққа біз барамыз ғой. Бұл бір мысал еді. Қажылыққа барған кезде жаңа қажекеңдер базарда базарлап жүреді ғой. Сонда ішінде енді кейбір тақуа кісілер айтады: 7000 километрден араға шықтық. Сен сонда базарлау үшін келдің бе, құлшылық істемейсің бе, жатып алып деп ше. Дұрыс негізі айтып отқан. 7000 километрден барасың. Құлшылық істеуге бардың ғой негізі. Екінші жағын қараңызшы. Сол базарда жүргендер бар ғой, біреуі өзіне бір зат алмайды ғой. Бәрінің ойлаған ел. Сонша ақша беріп, сонша жерге барады да, көршіме, балама, ата-анама, әйеліме, ініме, ағама, әйтеуір сыйлықтар, ел. Не түсініп жатсыз? Қарасаңыз жақсы жағын. Біздің қазақта сондай жақсы қасиет бар да. Шекке шықса болды, елін ойлайды ғой. Сонша жақта жүріп, ауылын ойлап жүреді ғой, олар құлшылық. Алланың құдіреті, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Алла тағаланың ең жақсы көретін адамы бір мұсылманның жүрегіне қуаныш сыйлағаны дейді. Сіз ойлаңыз, маңызды емес ол, ояқтан келген заттың құны маңызды емес. Сіз әкеп бір адамға бір зат бересіз, бір тақия бересіз, Меккеден алып келген. Ол мүмкін 200 теңге тұру мүмкін, мүмкін 1000 теңге тұру мүмкін. Ол разница жоқ одан. Анау адам білесіз бе қалай қуанатынын? Сіз ол адамның жүрегіне қандай қуаныш сыйлайтыныңызды ше. Жақсы жағын айтқым келеді. Өзі бізде сондай ғой. Мысалы Шымкенттің жігіттері Алматыға барсақ, уже үйге құр келуге болмайды. Бізге үйреніп қалғанбыз осылай қазақтар ше. Шетке шықтық па болды, әйтеуір бір нәрсе алып келу керек та. Неге? Үйден өйткені күтіп отыр да елімізде адамдар. Біздің қазекеңде осындай жақсы қасиет бар. Сол жақсы жағын, кез келген нәрседе жақсы жағын табуға болады, таба алу. Иса алейхиссалам бір күн достарымен келе жатады, бір кәрі итті көрген кезінде достар айтады: иісі шығып кетті, жүні жаңағы енді жалбырап кетіпті, үйтіпті, бүйтіпті, әрқайсысы әр нәрсе етіп жатқан кезінде Иса алейхиссалам пайғамбар қарап тұрады да, тісі әппақ екен дейді. Жақсы жерін тауып алды да, ішіндегі. Бізде кейбір кезде байқайсыздар ма, мынандай нәрсе ғой. Бір досыңның үйіне барасың, тақ, есігін қағасың, ешкім жауап бермесе не істейді? Атаң әнделеді. Түнімен қаңып келіп ұйықтап жатқан шығар. Версияларды айтып отырмын. Ішіп келіп мас болып жатқан шығар. Не болмаса, әйел екеуі күресіп жатқан шығар деген сияқты енді әзіл ғой. Бірақ шындық. Бірақ қарасаңыз ойды. Бірақ мынандай ойласам, қарасаңыз, сіз біреудің бір есігін тақтып отырсыз, ешкім жауап бермесе, мүмкін дәрет алып жатқан шығар. Мүмкін намаз оқып жатқан шығар. Мүмкін Құран оқып жатқан шығар. Мүмкін тахаджуд оқып жатқан шығар деген сияқты. Қарасаңыз, менің айтқым келген ағайындар, ислам бізді тек жақсы нәрсе ойлауға, адамдардың сыртынан жақсы нәрсе ойлауға шақырады. Жаман нәрсе өздігімен келе береді ол. Біз жаманға жаңағы әрекет жасамайық та, жамандық ол өзімен өзі келеді. Шайтан лағнет болса да сіздің ойыңызға салып береді. Сіз жақсысына әрекет жасасаңыз.